Сәлем достар, бүгін мен сіздерге альфа кнопкасын қалай қоюды көрсетемін. Насадка 4 түрлі болады. Мынандай екі жоғарыға оралатын және екі төменге. Ал кнопкалар болса міне осындай болады. 3, 4. Мына екеуіне мына екі кнопкаға мына екі насадка келеді. Қазір осыны орнатып көрейік. Жоғары жағына резинкасы барын, асты жағына мындайын. Мына екеуінің мынаусы жарамайды астына қоюға. Мына бөлігін астына қоямыз. Сөйтеміз да оған мынаны кигіземіз. Содан кейін мынау ұзындауын осында салып, материалды алдын ала мынандай немен клеевой дублеринмен клейтіп аламыз. И материалымыз міндетті түрде екі қабат болғаны дұрыс. Екі қабаттан тұрғаны дұрыс. Сөйтеміз де материалды қажетті жерін тесіп аламыз. Менде мынандай машинканың тескіші. Соны басып тесіп аламыз. Ол дөңгелек болып тесіледі менде. Сол жерін. Так, мынау бізде артқы жағы болса, артқы жағы, үстіңгі жағы міне. Колпачокпен кейбір насадкаларда мына жерге кигізіледі, менде мынау почему-то кигізілмейді. Кигізілмесе тура үстіне қойып, басамыз. Қатты да емес, жеңіл де емес, орташа басамыз. Міне кнопканың астыңғы жағы дайын болды. Бұны папа деп атайды. Ана бөлігі кнопканың екінші жағы, мамасы, папасы дейді ма. Мына материалды тура солай тесіп аламыз. Болмаса анау нені сөтетімен де тесуге болады. Сөйтеміз де насадкамызды ауыстырамыз. Насадканы ауыстырып, астыңғы жағына түйме тұратын түймені қоямыз. Үстіңгі жағына мынандай бөлігін қоямыз. Бұраймыз. Сөйтеміз де мынау қай жағы бет жағы болады. Мынау бет жағы болғандықтан мен оны осылай қоямын. Сөйтемін де үстінен мына бөлікті тура осылай қоямын. Теріс жағымен емес, яғни жазуы бар немесе звездочкасы бар жағымен қоятын боламын. Мен осылай қойып, дауысы шығады, одан қорықпаңыздар. Мына ішіндегі ненің езілген дауысы, металдың. Міне осылайша кнопкамыз дайын болды. Кнопканы бастап дұрыс қойылмаған кезде дұрыс жабылмайды. Оны біраз ашып жабу арқылы жаттықтыру керек. Содан кейін өзі дұрыс жабылатын болады. Егер мына көйлек болса, кнопкамыз осылай тұрады.